Бәріңізге ассалаумағалейкум. Ел футболында соңғы кездері трансферлер мен күтпеген жаңалықтар бірінен бірі озып шығуда. Мәселен, Астана ойыншысы Ла Лигаға ауысуы мүмкін. Химкидің ойыншысы КПЛ клубын толықтырды. Қайраттың жанкүйерлері қандай акция ұйымдастырды? Сіздермен бірге Қазақ футбол арнасы. Бүгін біз чемпионат төңірегіндегі жаңалықтарға шолу жасайтын боламыз. КПЛда шалдар көбеюде. Ресейлік Химкидің 30 жасар ойыншысы Евгений Гапон Шахтер сапын толықтырды. Футболшы 2019-дан 2021 жылға дейін РПЛда барлығы 30 ойын өткізген. Бұған дейін Анжи, Кубань секілді клубтарда және ФНЛ командалардың құрамында доп тепкен. КПЛда шалдар көбеюде. Хэштег 2. 32 жасар украиндық қорғаушы Резван Аблетаров жетісу ойыншысы атанды. Футболшы Атырау мен Қайсар жанкүйерлеріне жақын таныс. Себебі Резван 2019 жылы мұнайшылар сапында 73 ойын өткізіп 5 гол соққан. Ал 2020 жылы қасқырлар құрамында болған, бірақ ешбір кездесуге қатыспаған. Дамир Даутов та Талдықорғандық жетісудың жейдесін киді. 2018 жылғы маусымнан 2021 жылғы маусымға дейін 31 жасар қазақстандық ойыншы Ордабасы сапында 33 ойын өткізді және Премьер-лиганың қола жүлдегері атанды. Футболшы осыған дейін де 2012-2013 жылдары жетісуда доп теуіп 37 кездесуге қатысқан. 31 жастағы болгарлық шабуылшы Мартин Тошев Шахтермен келісімшартқа қол қойды. Балқандық 2019 және 2020 жылғы маусымдарда жетісуда өзін жақсы қырынан танытты. Қыста Тошев Румынияның Клинчени академиясына ауысты, бірақ Қарағандыдан түскен ұсыныстан кейін КПЛға оралуды жөн деп санады. Астананың армениялық қорғаушысы Варазат Араян Ла Лигаға, нақтырақ айтқанда Испанияның Кадисіне ауысуға жақын. Армения құрамасының вице-капитаны Астанаға ақпан айында келіп қосылды. Ол бірден негізгі құрамнан орын алып, Жарко Тамашевичпен тізе қосып, елордалық қорғанысқа үлкен септігін тигізді. Қорғаушы Астанадан Испанияға ауысқан жағдайда клуб тарихында Испаниялық лигаға ауысқан 3-ші футболшы болмақ. Бұған дейін Астанадан Немanja Максимович пен Патрик Твумаси осы елге көшкен болатын деп хабарлайды танымал инсайдер Айдын Қожахмет. Николай Костов Ақтөбе бапкері атанады. Дәл осындай жаңалықты бақ өкілдері жарыса жазуда. 57 жасар болгарлық маман соңғы рет 2018 жылы Шахтерді қауіпті аймақтан шығарып бергенмен есте қалған еді. Бұл бапкерге көңіліңіз толады ма? Пікір алаңына жазып кетіңіз. Қайрат жанкүйерлері бапкерге қарсы, Алматылық клубтың жанкүйерлері бас бапкер Алексей Шпилевскийге қарсы, яғни біз Шпилевскийге қарсымыз атты акцияны іске қосты. Осылайша олар беларусьтік маманның орнын босатуын талап етті. Ел футболының соңғы жаңалықтардың кезекті шығарылымы өз мәресіне жетті. Сіздерге соңғы ақпараттарды жеткізген Қазақ футбол арнасы және мен Әмір Жәнібек. Аман сау болыңыздар.